жыртқыш қасқыр келлердің ешкісі қымбат тымғаша болып жасады. Бірлескен топ қасқырды ату үшін аңға шықты. Байғұс күші. Хайди таудан қақпанға түсіп қалған қасқырдың бөлтірігін тауып алады. Хайди жаралы күшіктің қыстағы аңшылар аңдып жүрген бөлтірік екенін түсінеді. Іздегеніміз табылды. Аңшыларға қарсы шыққан Хайдидің атасы ақыры бөлтірікті бостандыққа жібереді. Хайди мен атасы бірігіп бөлтірікті анасымен қауыштырып, жақын жандардың бір-біріне деген махаббаттарына куә болады. Питердің қазынасы. Чипи? Чипи! Келіпсің ғой? Алыс жол жүріп әбден шаршаған боларсың. Сонымен Сицилияға бардың ба? Ол жақтан жаңа достар тапқан шығарсың. Қызық болды ма? Қайырлы таң, Хайди. Жақсы ұйықтап тұрдың ба? Кіммен сөйлесіп отырсың? Чипи арамызға оралды. Чипи, бұл дегенің ғажап қой. Қош келдің. Сонда бұл көктем келді деген сөз бе? Тамаша. Демек, Питер екеуміз былтырғы жерге тағы барамыз. Питердің құпия орны ғой, солай ма? Бірақ оны маған айтпа. Енді барсам бола ма, ата? Питерді түстен кейін көресің, оған дейін баққа көмектесесің, содан кейін ешкі саусасың. Уайымдама, көктемде күн ұзара, демек досыңмен ойнауға уақытың табылады. Жылдамдат, Питер. Білесің ғой, пеш күні бойы қызып тұрмайды. Келе жатырмын, апа. Қауіп сейілді. Мұнымыз ақмақтық емес пе? Үйіне баса көктеп кірмекпіз. Кеше соңынан аңдыған болатынмын. Кішкентай ағаш қорапқа қарап отырды. Бізге керегі сол. Ақыры көптен күткен қазынамызға қол жеткізетін болдық. Қызық, ішінде не бар екен? Шіркін, ішінде жейтін тамақ болса екен. Сонымен, қорапты кім әкеледі? Мен осында бақылап тұрам. Неге сен? Себебі? Сен бар, ал мен қарап тұрам. Мен қарап тұрам. Ол жағын көре жатармыз. Солай ма? Жетер, ойлануға уақыт беріңдер. Жақсы, енді бұлай істейміз. Тереза, сен осында қалып бақылайсың. Уильям, сен үйдің артына тығыласың. Екі көзің Терезада болсын. Қазынаны іздеп жүргенде Тереза сықырса маған айтасың. Не деген тапқырсың, Карл? Бірақ қасарыспа, Уильям. Ақмақ бақташы оралмай тұрып тауып алуымыз керек. Қане, іске кірсек. Hey! Асықпай-ақ қой. Қапшығымды қалдырып кетіппін. Үйге барып алып келсең жақсы болар еді. Жарайды, апа. Бара беріңіз. Соңыңыздан қуып жетем.
Мынау қайда бара жатыр? Ақымақ, не істемек ойы бар мынаның? Ай! Таптым. Goldfinch! Не болып қалды, Goldfinch? Бақыра берме, Goldfinch. Мінекей. Ұсталып қала жаздадық. Я, қайта жолымыз болды. Сен не істедің, Уильям? Менен көз алмауың керек еді. Мен негізі қарақат теріп жегім келді. Қарақат па? Олар жазда піседі емес пе, ақымақ? Я, білем, бірақ... Кеше ғой кешігіп келдің. Алдыңғы күні болса қорқып қаштың. Ал бүгін бізді ұстап бере жаздадың. Кешіріңдер, енді қарным ашса қайтем. Мұның шарамайды, Уильям. Қарнымның ашқанына кінәлі емеспін ғой. Тереза дұрыс айтады, Уильям. Бізге көмектеспейтін болсаң, сенімен дос бола алмаймыз. Карл, бұдан әрі онымен дос бола алмаймыз. Не? Жоқ. Солай. Бірақ істің насырға шабуылына жол берме, Уильям. Одан да үйіңе қайт. Қане? Қауіпсіз жерге барайық. Ішінде не бар екенін сол жақта көреміз. Питер! Үйдесің бе? Сәлем, Хайди. Қазір шығам. Питер! Қара! Чиппи оралды! Сәлем, Чиппи. Міне, ақыры көктем де келді. Ендеше бүгін ағаш үйімізге барсақ қалай қарайсың? Солай айтсаң екен деп үміттеніп едім, мен дайынмын. Бірақ алдымен ең құнды нәрсемді өзіммен бірге алып алайын. Жоқ. Қайда кеткен өзі? Осы жерге қойып едім ғой. Не болып қалды? Қазынам жоғалып кетті. Сенімсің бе? Барлық жерді қарап шықтың ба? Иә, бұл Карлдың ісі. Ұрлағаны үшін жауап беретін болады. Карл? Бағана Goldfinch қоймай маңырап еді. Бұл іске Карл мен оның достарының қатысы бар. Неге олар жасады деп ойлайсың? Бұның жарамайды. Олар қазына мен ағаш үйімді тартып алу үшін құр соңымнан қалмаған есіңде болар. Қап, олардың сазайын беремін. Қазынамды қайтарып алам. Сабаңа түс. Сенімді болу үшін алдымен олармен сөйлесейік. Олар екеніне сенімдімін, Хайди. Мен барасың ба? Питердің жасырып жүргені осылар ма? Бұлардың не қажеті бар? Мынау ненің кілті деп ойлайсың? Мен қайдан білейін? Бәлкім нағыз қазына осы шығар. Карл! Шық бері! Карл! Жасырынып отырғаныңды білемін. Қане, жаныңның барында алдыма кел. Оның сыныпта екені анық. Білемін, осындасың. Шық бері! Питер, мұнда не істеп жүрсің? Менің қазынам қайда? Не? Қазына ма? Білмегенсің ай, танытпа. Пайда құмар бұзықтар, қазынамды қайтар. Сен не жөнінде айтып тұрғаныңды мүлдем түсінбей тұрмын. Жарайды, Питер. Ендеше дәлеліңді көрсет. Дәлел ме?
қазынаңды Карлдың немесе менің алғанымды растайтын дәлелің бар ма деймін? Сендердің алғандарыңды білемін. Жақсы, ендеше дәлелде. Дәлелдей алмасаң, қазынаңды біз ұрлады деп жала жапқаның жарамайды. Ол жағын сен жақсы білесің, солай ма, Тереза? Не? Барбелдің нанын мен ұрлады деп жала жауып едің ғой, есіңде ме? Дұрыс айтасың, Хайди. Нағыз ұрлықшы Тереза болған. Демек ұрлықшы болып қалады. Ей, Питер, қажет емес. Қазынаны ұрлағандарың рас болса, тез арада оған қайтарғандарың дұрыс. Питер, тоқта! Олардың ұрлағаны анық. Енді әкемнен қалған сағатты ешқашан көре алмайтын болдым. Олай деме, әкеңнің сағатында қазынаңды да қайтарып аламыз, Питер. Сонда сен қазынамды қалай қайтарып алмақсың? Бәрібір қолыңнан келмейді, Хайди. Бос әуре болмай-ақ қой. Питер. Енді мені жайыма қалдыр. Өтінем. Қазір Питер қатты жабырқап жүр. Менің қолымнан бірдеңе келсе ғой, ата. Бірақ ешбір дәлелсіз оларға жала жаба алмаймын. Айтыңызшы, солай ма? Питердің жабырқаулы екені анық. Алайда сен дұрыс жасадың, Хайди. Бірақ енді не істесем болады? Олар бәрібір мойындамайды, солай ма? Ендеше ұрлаған заттарының бәрін пайдаланғанға дейін күтулерің керек. Дәлел сонда болады. Мысалы, Питердің әкесінің сағаты. Оны тағып шыққан кезде қолға түсіресіңдер. Карл ұрлаған сағатын тағып шығатындай ақымақ емес. Немесе басқа зат. Басқа зат. Рахмет сізге, ата. Тез арада Питерге баруым керек. Питер! Хайди, мені жайыма қалдыр дедім ғой саған. Қазынаңды Карл мен Терезаның ұрлағанын қалай дәлелдеу керектігін білем. Не? Сонда... Мені мұқият тыңда. Қораптың ішінде олар қолданатындай не болуы мүмкін? Онда ақша және сағатым бар. Айтпақшы кілт болатын. Кілт? Ол ненің кілті еді? Білмеймін. Алқаптан тауып алғам. Ұнаған соң салып қойдым. Бары сол. Мүмкін ол ажалатын нәрсе аса құнды шығар, я? Тереза, ақмақ бақташы кілтпен үңгірін ашатын болса, қазынаның орманда болмағаны ғой. Дүкендерің ашық па? Саған не керек өзі? Әлде бізге тағы да жала жабу үшін келдің бе? Жоқ, атам сұраған заттарды алу үшін келгенмін. Ендеше кір. Атаннан бір жаққа кеткен. Сауданы мен жасайым. Сонымен саған не керек? Кепкен бадан адам бір келі берші, Тереза. Рахмет. Атамның қарызына қоса сал. Жарайды. Сонымен, маған мынаны айтшы. Ақмақ бақташы қазынасын тапты ма? Жоқ. Оның жоғалып кеткені жаман болды. Әйтпесе бүгін құпия өткелді аралауға барар едік. Әлгі құпия өткелді ме? Я, ол туралы білетін шығарсың. Қыстақта бұрыннан тұрасың ғой? Иә. Алайда біздің қыстақта құпия өткелден көп нәрсе жоқ. Сондықтан сені түсінбей тұрмын. Ол жағын Питер айтқан емес. Онда бір ғана құпия өткелге апаратын жалғыз ғана кілт бар. Ол өткел мәдениет үйінде орналасқан. Ғажап. Солай де. Я, өткел сахнаның астында екен. Бұл әңгімең бізге қызық емес. Міне, ал. Рахмет, Тереза. Жарайды, сау болыңдар. Естідің бе? Біздегі кілтті құпия өткелге апарады. Қызық екен, бұрын ол туралы естімегеніміз қалай? Алдымен оны барып тексерейік. Бірақ мен дүкенді тастап кете алмайым. Атанам сазайымды береді. Ұзақ кешікпейміз. Бар болғаны біздегі кілт құпия өткелге баратын есікті ашала ма жоқ па тексереміз. Қане кеттік.
ана жақты тексер, ал мен мына жақты. Эй, аш есікті. Жоспарымыз іске асты. Айттым ғой. Аш есікті деймін. Аш дейм саған. Алдымен қазынамды қайтар, сосын есікті ашамын. Өтірік айтасыңдар. Өтірікші. Бұл жерге менің айтуым бойынша келдіңдер. Демек күлсеңдер де Питердің қазынасының ішіндегі кілтті айтам. Бәрібір саған бермейміз, ақмақ бақташы. Ол енді менің қазынам. Жақсы, ендеше осында қалыңдар. Қызық, Терезаның ата-анасы дүкенге келгенде не болар екен? Иесіз ашық қалған дүкенді көрген ата-анасының жүздері бозарып сала беретін шығар. Ата-анам оралмай тұрып бұл жерден шығуымыз керек. Әйтпесе олар мені ешқашан Бірақ кешірмейді. Тереза, олардың жеңіске жетуіне жол бере алмаймыз. Кешірші мені, Карл. Қорабың дүкенде, үстелдің астында тұр. Иә, Кілтті де қайтарып береміз. қайтармағанда ше. Осында біраз бола тұрыңдар. Біз қазынамызды алып келеміз. Жарай ма? Жақсы бол ғой. Міне таптым. Бәрі орнында ма екен? Иә. Иә, әкемнің сағаты да жүріп тұр екен. Енді бар боларды босатайық. Маған салсаң оларды өмір бойы қамауда ұстар едім. Питер, олай деме. Уәдемізде тұруымыз керек. Әйтпесе Тереза ата-анасынан ұрыс естиді. Жарайды. Қалауың болсын. Ендеше оларды босатайық. Сәлеметсіз бе, ханым? Сәлеметсіңдер ме? Білесіз бе, келлерлер отбасы мұнда жоқ. Бірақ көп ұзамай олардың бірі келулері керек. Мен келгенде үнемі жоқ болады. Алмадан тосап жасаған ем. Соған біраз алма керек болып тұр еді. Айтпақшы, Тереза мәдениет үйінде жүрген болатын. Мүмкін сонда барарсыз. Сау болыңыз. Сау болыңдар, балалар. Питер, бұлай жасауға болмайды. Не болды? Олар бәрібір жуық арада босатылады емес пе? Түсінікті. Сонша кешіккенің не, ақмақ бақташы? Кешіріңіз, ханым. Мұнда не істеп жүрсіңдер? Бұл жер ойын алаң емес. Дүкеніңнен алма сатып алу үшін келіп ем, балақай. Жүр кеттік. Әрине, ханым. Абайла. Көктемгі сенбілік ұйымдастыру керек секілді. Иә, бірақ алдымен ең маңызды шаруаны атқарайын. Енді төбеге шығайық. Қалауың болсын. Hoş geldin köktem! Hoş geldin köktem! Hoş geldin köktem! Hoş geldin! Енді біз көктем мезгілін қарсы алуға дайынбыз. Және сенбілік жасауға да. Сенбілікті ертең жасағанымыз дұрыс. Бүгін тым кеш болып кетті. Ертең ешкілерді әкелген соң тағы да келеміз. Ертеңгі күніміз қызыққа толы болайын деп тұр. Сенімдісің бе, Уильям?
Ақмақ бақташының үйі қай жерде екенін білем. бізбен қайта достасу үшін өтірік айтып тұрсаң ше? Ант етейін, рас айтам. Карл. Жақсы, Уильям. Ертең бізді сонда алып барасың. Егер рас болса, сенімен достасамыз. Иә. Ертең ақмақ бақташының үйін көрсететін боласың. Содан кейін ол біздікі болады.